Өзіңіздің туған жеріңіз? Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Өркендеу деген жерде тұрдық біз. 1935 жылы қыстан шығып жайлауға көшіп бара жатқанда жолда шешем толғатып сол жерге қос тігіп сол жерге айдалаға бір түнеп сол жерде мен туыппын 35 жылы. Содан таң атқаннан кейін қойлары қоздап келе жатыр екен. Ешқандай жағдай жоқ. Жаңағы мені бір тайға дейді, шешем айтады, жайдақ тайға мінгізіп алдыма сені беріп, артыма жаңағы қоздаған қойдың қозыларын қапқа салып теңдеп, сонымен көшіп кеттік дейді. Сөйтіп жайлауға келдік дейді. Жайлауға келіп қонып май айы екен. Жайлауға келгеннен кейін жаңағы жолда салқын тиген екі төсім мынадай болып ісіп кетіп, бір ай не еміз алмаймын, іштен істей алмаймын, күні түні қақсап, зарлап, жылап, сонда төсін жылатып отырып, үлкен шешем сауып, төсін, соны маған беретін қасық та жоқ дейді. Кәдімгі кішкентай қасықтар бар, сондай қасық та жоқ маған, тамақ беретін. Сонда 7 жаста әкем үлкен шешемнің қызы, кенже қызы бар екен, Нұрила деген. Сол бала 7 жаста дейді. Сол аузына сүт тұрттайды екен де, соны маған тілімен емізеді екен. Сөйтіп менің жағы шешемнің төсі тәуір болғанша, солай мен сол апам бағыпты. Жылың 35 жылы туғансың деп айтып отыратын. Менің негізі қазіргі жазғанында 36 деп жазылған. Қақтардың келіп жатқан уақыты дейді. Анау мал басындамыз, орталыққа жетудің өзі ешқандай жағдай жоқ. Бір жылдан кейін алған екен менің документімді. Сонда анау қағазды біреуден беріп жіберген ғой. Сол 36 деп жазып беріпті. Әке шешеңіз туралы? Әке шешем ол кезде тірі, жасы болды. Енді сол сөйтіп жүргенде біз шешем дайырке болып істейді. Әкеміз ауылда жұмыс істейді. Соғыс басталды ғой. Соғыс басталған уақытта мектеп жоқ. 4 қалқоз ол уақытта сақпоз болған жоқ. Жаңадан ашылып атқан уақыт екен. Содан жаңағы шешеміз дайырке болып істеп, соғыс болған уақытта соғысқа елдің бәрін алып кетіп жатыр. Сонда біз 7-8-дегі, 6-7-дегі баламын ба, шеше дайырке сиыр сауат, ауылда ер адамдар жоқ, бәрі әйел, бала, шаға. Сиырды таңертең сауат, бір Әбіш деген атамыз бар, сол сиырды бағып айдап кетеді. Бұзауларды жағылғый, 7-8-дегі балалар біз бағамыз, айдап кетіп. Түске дейін далада жүріп, түсте ауылға алып келеміз бұзауларды. Соғысқа алып кетті бәрін. Енді егін уағында, ол уақытта ешқандай не жоқ, малалайка дейді. Жаңа бір ағаштарды өгіз, сиыр ма, соларды жегет, жаңағы бидайды бастырады. Сол өгіздің басында жаңа 7-8 балаларды ұл демейді, қыз демейді, біздің мінгізіп қояды. Соны айналып жүреміз, жаңағы бидайды басамыз. Білдің ба? Ол уақытта жаңа бір келі бидай алған адамды соттап жібереді. Сондай жағдайда өстік. Иә, сондай жағдайда өстік біз. Соның бәрін көрдік. Шешеміз масақ тереді. Жаңағы қырманда жұмыс істегенге 1 келі ме, 2 келі ме бидай береді. Соны үйге алып келіп, шешеміз жұмыстан келе салады да диірменге тартады. Диірменге тартады кәдімгідей. Содан ана тамақты салып қояды да, диірмен тартып, оңып, сонымен сөйтеміз. Сөйтіп жүргенде шешеміз, үлкен шешем масақ тереді. Жаңағы егінді алып болғаннан кейін әр жерде қалған бидайдың бастарын
теріп жаңағы апама әкеп береміз. Ол кісі бір жерде отырады да жаңағыны ұсатып үйге әкеп бізге бидай қуырып береді. Соғыс уақытында біз соның бәрін көрдік. Мен әлгі арызымда соның бәрін жазып бердім. Сөйтіп жүргенде немене болды. Содан біз школға 9 жасымызда бардық. 9 жасымызда мектеп жоқ. Анау орталықта бір мектеп бар, соған жан-жақтан барып оқимыз. Өркенде ауылы да? Иә, ауылда ешқандай 4-ші класста орталыққа жан-жақтан барып, жаяулап, жалпылап, таңертең азаннан тұрып аламыз да, экзамен береміз бір колхозға барып, орталыққа барып. Сол жерде не танысымыз жоқ, не тамырымыз жоқ. Енді елдің бәрінде жоқ қой ол уақытта, еш нәрсе жоқ. Магазин жоқ. Кешке дейін жүріп, жайлаулап, жалпылап, жаңағы жатқан үйіміз мектепте, оның өзі үйіміз емес. Біреудің үйіне жатып оқимыз, 5-6 баладан. Үйіміз мал басына кетеді, егін басына кетіп қалады. Сол жаңағы кешке қарай келген уақытта жайлау мен қыстау арасында тамақ ішуге шамамыз келмей, біз көрмеге ұйықтап қаламыз. Күніменен аш жүріп. Мен ерте ауырдым. 58-ші жылы мен бірінші рет грозинке жұттым осы Қарағандыға келіп, жылулықтан. Сол уақытта құрыған ғой, аштықтан. Ұтабар ауырады. Содан 58-ші жылдан бастап мен ауырам мен. Содан бері мен қарай ішпеген дәрім жоқ. Көрмеген дәрігерім жоқ. Сол енді әуелі Құдай, сосын думанымның арқасы бір жағынан. Одан келе жүріп асыма болдым. Жаңағы оңды көрген, Жеңіс Сақбоздан барып оқыдық. Бір жылда бәлен үйге жатамыз. Қыста жатқан үйіміз көктемде көшіп кетеді. Басқа үйге барып жатамыз, 3 баладан, 4 баладан. Жаңағы елдің ұстап әкелген бидайын 2 бала қолдасып отырып диірмен тартамыз. 7-8-дегі баламыз сонда біз. Мысалы 45-ші жылы 35-10 жастамын ба, сонда 7-8 жаста жаңағының бәрін көрдім мен. Сол уақытта жаңағы көрінген үйде жатқан, содан жылуды құрған, ревматизм болдым бала күнімнен. Сөйтіп жүргенде соғыс басталды. Одан тұрмысқа шықтық. Тұрмысқа шыққаннан кейін анаңыздың аты жөнін айтсаңыз, анаңыз, әке шешеңіздің толық аты жөнін айтсаңыз. Әке шешемнің аты Балтабай әкем, шешемнің аты Тазагүл. Сонда жаңағы соғысқа кеткенде Диқан деген інім бар. 4 жасы, сол екеуміз ғанамыз. Сол уақытта басқа бала жоқ. Үлкен шешем бар. Исмала деген кісі. Ол кісі 80-ден асып қайтыс болған. Сонда сол үшеуміз екеуміз сол уақытта Диқан менен кейінгі мені бөпе деуші еді. Мектепке барғанда бөпең қайсы деп балалар мазақ қып, сосын алтын атап кетті Диқан. Бертін келгенде қайтыс болды ғой, бәлен баласы бар қазір. Балалардың бәрі өсіп өніп, о да 40 жыл мұғалім болып істеді. Сіздің есіміңізді кім қойды? Жаңағы үлкен шешемнің бауырында болдым мен көбінесе. Сонда үлкен шешем айтады, мешін жылы бәрі қырылып өліп қалды. Ең кенже балам Мейрам деген ұлым қайтыс болған. Ұл туады, атын орынбасар қоям деп, менің атымды іште жүргенде қойып. Кейін мен шешемнің өзім туған шешемді бертін келгенде бірақ білдім. Үлкен шешем бауырында өстім. Жағынымызбен екеуміз ортаға алып үлкен шешемді, мынау сенікі, мынау менікі деп сөйтіп жататынбыз. Біз солай өстік үлкен шешем. Өзі әке шешемізді әке шеше деген жоқпыз. Солай өстік. Сонда апам айтып отырады. Сөйтіп мен толғатып, дәрігері жоқ. 3 күн толғаттым. Сонда жаңағы бала жерге түскенде, қыз бала дегенде жаңағы үлкен шешем ішін тартады. Үлкен адам ғой, ана босанатын әйелдің ішін тартады, босандырады. Сонда жаңағы ішін тартып отырған адам дейді, қыз бала дегенде белін қоя беріп, сылқ етіп отыра кетіп, ұл болмады деп, үлкен шешем. Ерді келгенде өзім шешем айтады, әлді қандай боласың, шешем деп, шешең сөйткен баяғыда деп айтады ғой ойда. Сондай уақыттарда біз өмір сүрдік жаным. Сөйтіп жүріп,
ел болдысың ба әкеңіз? Әкеміз жағы өркендеуде. Ру елі кім? Ру Ол біздерді орта жүз дейді, кіші жүз. Орта жүз дейді, бізді орта жүзбіз. Орта жүз Арғын дейді. Арғынның ішінде Алсай деген еліміз. Оның ішінде Ақбура деген елдің қызымын мен. Жаңа әкелерім Ақбура осы Жаңарқада бәрі. Сол жерде болған бәрі де. Сол жерде болған бәрі. Жақсы, енді жалпы балалық шағыңыз енді қиын қыстау заманда болды. Ашаршылық кезеңнен бастап. Айтпаңыз. Соғыс жылдары, соғыстан кейінгі жылдары. Мынау ғалымды мен 5 жылдан кейін көтердім тұрмысқа шыққаннан кейін. Тұрмысқа әйелі жоқ үйге келін болып түстім. 80-ге келіп қалған атам бар екен, молла кісі. Соғыс уақытысында молла болған. Әбубәкір ата. Ақмолада тұрған екен соғыс уақытысында. 48-ші жылы елге көшіп кетті. 89 деген разъезд бар. Жезқазған екі ортада. Негізі сол табалардың Қызылжар деген. Карл Маркс деген сақпаз болды. Сол жерде тұрады. 48-ші жылы келген екен. Жаңа ағатайым, сендердің аталарың. Сол жерде соғысқа барған, сол Ақмолада отырғанда. Ақмолада соғысқа барып, аяғынан жараланып, аяғын кестіріп, соныменен ол кісі Әбубәкір соғыс ардагері болған. Әбубәкір атадан 4 ағайын. Бәрі Ақмоладан 48 оқыған. Бәрі де ағатайымдар, бәрі сол Ақмолада оқыған екен. Бірақ мына менің шалым 7 класс бітіріпті. 7 класс бітірген. 2 қыз, Сәлия деген қызы. Негізі Әбубәкір атаның 7 оқып жүргенде Алматыға олимпиадаға барып, сонда өлең айтқан екен. 7 класс оқып жүргенде. Сонда орыстың әйелі арқасынан қаққан. Қалай казашка қалай айтады деп. Сол келгеннен кейін 3 күннен кейін қайтыс болған. Үйге келгеннен кейін атаптың қызы. Ағатайымның көз деген апалары. Әмине. Сәлия деген қыз. Сәлия деген қыз. Әбубәкірден тараған Хамид. Абдухамид. Хамид. Хамен. Хамидулла дейді біздің шалдың аты. Қалкен. Қалмұхамед. Хаби. Хабибулла. Қалкен. Сосын Қалимаш. Негізі сол үлкен әже 17 құрсақ көтерді дейді. Ол рас па? Енеміз 17 бала көтерген екен. Соның 12-сі Ақмолада ескі зиратта қатар 12 бала жатыр сол жерде. Пұшық деген, Чексенбі деген туған нағашылары болды Қамекеннің. Балалары бар қазір. Сол кісі бізге барғанды көрсетіп, сол уақытта мен келін болып түскеннен кейін мен 55-ші жылы келін болып түстім. Сонда барамыз Ақмолаға, сонда жаңағы нағашымыз көрсетеді жаңағының бәрін. Тілмет Әсия деген қызы, ең үлкен қызы. Сол басында тал орнатқан екен, кейін соны таба алмай да қалдық. Адасып қалдық қай жер екен. 12 баласы жерде жатыр былай. 2 рет егіз туған. Менің күйеуім, шалым егіздің сыңар еді. Егіздің сыңар екен. Білдің бе, содан 17 баладан қалған сол 5-4 ұл Қалимаш деген жаңа апалары қызымыз. Солар болды ғой енді. Солар осы үйдегі ағаң айтады ғой, не сұмдық, бәрі қырылып қалғандай бір түгел өліп қалды ғой, лезде деп. Ол кезде заман басқа болды, қиын қыстау заман болды. Заман басқа болды, қиын қыстау болды. Басқа болды. Енді сіз тұрмыс құрдыңыздар, жаңа Хамидулла атамызбен бірге. Қараженің бер жағында, Жезқазғанның бер жағында Қызылжар станциясы бар, Нағиба апам тұрады. Қызылжар станциясы. Сол кезде ағатайым 1-ші мектеп директоры болған. Сол уақытта 1-ші мектеп директоры болған. Былтыр алдыңғы жылы. Сол жердің әкімі жаңағы айтып, сол Нағимадан сұрап бәрін. Сол жерде мұғалім болып істеген ғой ағатайымдар. Содан кейін мына жаққа кетіп қалған Ақмолаға. Қызылжар станциясында Хамид Әбубәкірұлы сол мектептің директоры болған сол кезде, алғашқы мектеп ашылып уақыттан жерде. Енді жаңа тұрмыс құрдыңыздар, жалпы атамен қалай таныстыңыздар? Хамидулла атамен
таныстығыңыз қалай жалпы сол 55 жыл сіз енді менің бой жетіп Атасу деген станция бар қазір Жаңырқаның бер жағы. Атасу станциясы. Ол уақытта ол ескі 57-ші разъезд еді. 57-ші разъезд. Мен 55-ші жылы октябрь айында түстім. Сонда жаңағы разъезді өзгертіп станция салып жатыр екен. Сол Атасу станциясы болып ашылды. Мен күйеуге шыққан жыл. Қамекең 3 жыл әскерде болып келген екен. Содан сол жерде менің әкемнің інісінің үйі бар, ескі 57-де. Сол үйге барып жүрем, келіп жүрем. Сонда жаңағы сонда танысып, екеуміз сол жерде. Атамның жаңағы әйелден кейін неге бала тумаған бір үлкен әйел соны алған екен атам. Бала жоқ, баласы да жоқ, дымы да жоқ. Сол ана енеміз қайтыс болғаннан кейін соған үйленген. Сол кісі мен келін болып түсерден 2 ай бұрын ауырып Ақмолада сіңлісі бар екен, соның қолына барып сол жерде қайтыс болыпты. Әйел жоқ мен келін болып түскенде. Қаби, Қалкен, атам осылар содан жағы Атасуға ашылып, Атасу станциясы болып ашылды да ағатайым сол мектепке директор школ болды жаңағы. Сендердің аталары. Қаби марқым 10-ды бітіріп, сол жерде мұғалім болды, сырттай оқуға түсті Атасудан. Сол Атасуда біз 3 жыл ма 4 жыл отырдық. Мен бала болмады. Жаңағы. Содан атам шыққасын Жамбылға кетіп қалып, Жамбылға барса, сол жерде алшындар көп, байқадамда. Алшындардың көбісі сол жерде болған ғой. Сонда немере өзінің інілері барды. Сол жерге барып, содан келін алдым деген ғой, енді әйел жоқ. Сөйтсе анау өз сияқты үлкен адамдар біреудің баласын келін қылып алдым деп отырсың. О бала ертең қандай жағдай болады? Сіз мынау адамға үйленіңіз деп, жаңағы жалғыз қызын күйеуге беріп, татар әйел. Жалғыз қызын сол жерге біреуге беріп, алшындар алған екен. Сол қыздың қолында отырған бабушка екен. Бабушка болғанда да кәрі емес, енді 60-тың ішінде ме, сондай жас әйел. Соны алып келді. Алып келді. Сонда жаңағы үйге келіп, бір ай жүріп келді ойды. Сонда кешке қарай сабақтан шыққаннан кейін ағатайым мен тәтем келіп жатыр үйге. Ағам келген екен ғой деп. Анадай жерде түрегеп тұр ағатайым. Мен шай қойып жатырмын, отырыңыздар дедім. Жоқ, шай ішпейміз деп. Ана әкесіне сәлем берді де кетіп қалды екеуі де. Сонда маған атам айтады, ана кісілер шығып кеткеннен кейін. Балам, жаңағы менің балаларым 80-ге келген шал әйел әкелді деп маған ренжіп кетті ғой, ақымақтар деді. Соны ұмытпаймын, ақымақтар деді. Мені сосын маған айтады, балам деді, мен балам дейтін. Балам деді, мен мына бір адамды алып келдім деді. Сол жердегі ағайын туыстар біреудің баласын келін қылып алған екенсіз. Бірақ ол жас бала, ертең жағдайыңыз қандай болады? Сізге адам керек. Мына кісіменен осыны алып, осыменен өмір сүріңіз деп маған болмай осы кісіні қосып берді. Өзі құлағы екен. Осы кісіні мен алып келдім. Бұл адам өзі татар дейді. Маған айтып жатыр. Балалар бар ма? Қазақтар айтады ғой, татар бар жерде қатер бар деп, бала бұрын қалай жүрсең солай, жақсы айтты деп сүйінбе, жаман айтты деп күйінбе, өз еркіңменен жүре бер деп маған айтып жатыр атам. Мен солай жүрдім. Атамның қолында сол кемпірмен мен 12 жыл бірге отырдым. 12 жыл. Бала да жоқ сонда. Кейін ойлайым, неше түрлі жағдай болып жатыр ғой енді. Реніште болып жатыр. Бала көтеріп қоймадым деп жаңағы ағатайым үйінде тәтем. Бір ұл бір қыз тұрып қалған ғой. Содан кейін көтерген жоқ. Сонда 30-ның ішіндегі адам. Сонда кейін ойлаймын ғой, сол өзіне тумайды екен қолында тұрса. Жап-жас қой. Соны мен ана бала көтере қоймады деп, оны мен көтермеген себебім қолма-қол өзім жасап жатырмын. Мен үйге келдім, жаңағы салған үйлерден Атасу станциясына түгел бір-бір үй берді жұмыскерлерге. Қамекең кассир болып тұрды, сол жерге билет сатады. Бізге түгіл квартира үйдің мына жағын
бізге мына жағын ағатайыма жаңа үйге кірдік, Бесболатына кіріп жатырмыз. 2 пеш бар екен. Жаңағы 2 пешке мен қыстай ол қазынаның үйінің сарайы алыс, ауылдікі мынадай емес. Содан мынадай сопақ тазикпенен көмір тасиып, 2 пешке от жағып шықтым қыстай. Қамекең көмір әкеп беріп кетеді, түнімен станцияда болады. Атасы станциясынан бәлем пойыз өтеді, түнімен сол станцияда отырады ол кісі. Кетіп қалады. Содан көктемде мен бір шелек су көтере алмай отырып қалдым. Сонда мынау неге Жарқада келгенімде темір жол бойында Юдакова деген ұмытпаймын, орыстың әйелі, гинеколог әйел бар екен. Соған деп көріндім. Жүре алмай алдым, көтере алдым. Сонда жаңағы әйел айтады маған: "Ой, не істедің?" дейді. Ештеңе істеген жоқпын. Айт, не істедің деді. Сосын айттым, осылай, басқа жұмыс істеген жоқ. Басы шайқайды, матқа төмен түсіп кеткен. Соныменен мен 5 жыл жүрдім. Бармаған дәрігерім жоқ. Орыстың кемпірлерінен емделдім. 5 жылдан кейін барып осы мына ауылға. Содан кейін көтердім мінекей. 60 жылы тұңғышыңыз ғалым ағамыз туады, иә? 60 жылы мына осы үйде құдайдан сұрапты деп алған ол сол. Әже, енді сіз осы немен біз енді Әбубәкір деген ата, арғы атамыз ғой, Әбубәкір. Иә. Сол кісі жайында білетінізді. Ол кісі айтты, қайтыс болайын деп жатқанда, жаңағы 89-да. 89-да қайтыс болды ма? 64-ші жылы. 64-ші жылы. Неге тамақ іше алмайтын болып ауырды. Жаңағы тамақты әкеп қоям, наннан ауыз тиісті қылықтақ болады, содан кейін тамаққа қолын салмайды. Содан жағын жинай саламыз. 2-3 айдай солай ауырып жүрді ғой. Сонда қайтыс болайын деп жатқанда айтты. Балаларын айтып жатыр. 16 жасымда Баламолда атанып едім деді. Ақмолада екен. Ақмолада соғыс жылдары бір мешітке ең бірінші азаншы болып тұрған мешітке. Содан кейін барып бірінші мешітке имам болған екен. Сонда жаңағы соғыс уақытысында жинаған ақшаны жинап үкіметке өткізген. Ол уақытта күллі молалардың бәрі қуылады ғой. Содан аман қалған ол кісі. Білдіңіз ба, сол ақшаның арқасында. Сонда ағатайым айтады ғой, қаптың аузын буып әкеп қояды үйге дейді. Бізге бір теңгесін бермейді дейді. Соны үкіметке өткізіп, содан аман қалған ол кісі. Сонымен сол сөзді істеп, жаңағы 48 жылы ғана осы елге көшіп келген екен. Сонда қайтыс болайын деп жатқанда айтты балаларына: 16 жасымда Баламолда атанып едім деді. Халық өзі жөнелтеді. Халыққа беріңдер мені, халық жөнелтеді өзі деді. Содан менің әкем бар ол уақытта. Менің әкем бір бие әкеп сойды. Өзінің ауылдағы шалдар, алшындар 1 жылқы сойды, 4 қой сойдық. Ертеңінде содан бір мынадай ет қалған жоқ. Түгел талап алып кетті. Елдің бәрі. Біз жаспыз. Сіздер шаруаларың болмасын, біз араласқан жоқпыз. Соныменен атам 16 жасымда Баламолда атанып едім. Халық өзі жөнелтеді, қарағым. Мен ертең бәлен адам сүйегімді жуады. Хамит Қожа деген кісі бар Қызылжарда, сол намазымды шығарады. Сосын намазын жуып жатқан адамдарға, осы үйдегі мен шалым айтып жатыр, жуып жатқан адамдарға бір самауыр суды жылтта, соны соған әкеп бер. Сол бір шелек жылы суды менің үстімде жуып болғаннан кейін шайып жіберсін деп соның бәрін айтып жатыр. Қабір қазған уақытта, ол уақытта плитка деген сол уақытта ғана шыққан, ана өлген адамның бетіне шпалменен тақтаймен жабады ғой. Сонда сол атам бірінші рет айтты: менің бетіме плитка жабыңдар. Қазір плитка шығып жатыр, плитка жабыңдар. Сосын қабірімді қазған уақытта кең қып, адамның бойымен бірдей қып қаздыр. Сосын мына жағынан лақат деген болады. Адамды қояды лақат.
құбыла жағынан соны қаздырып лақаттаңдар. Жаңағы қазған жеріңді ішін қызыл кірпішпен өріп шығар деді. Қызыл кірпішпен қала жан-жағын деді. Осының бәрін өзі айтып жатыр. Мен 16 жасымда балама ұлатандым. Халық молла алды, молла сөйтті, молла бүйтті, елдің бәрінен алды дейді. Маған бие сой, түйе сой, молланікі тәбәрік дейді. Маған одан мынадай пайда жоқ келетін. Алтын шаш, күміс шаш, одан маған мынадай пайда жоқ келетін. Шамаларың келсе, сүйек жуғаныма, қабір қазғаныма, созын қарып қасерген нашарға беріңдер. 5 уақыт Құраннан басқа маған тиетін ешқандай одан пайда жоқ. Соның бәрін өзі айтып жатты, соның бәрін істедік біз. Атам марқұм. Сондай кісі болған, иә? Иә, бізде мен... Содан атамды сол жылы, ауыратын жылы көрсетіпті. Сол отырған енді Карл Маркс деген тамалар көбісі өз бейілім деп көшіп келді ғой, алып келді. Бірақ күздіге қарай екі жабағы сояды, анадан жылқы алады, бал алады, сөйтеді, бүйтеді деп атамды көрсетіпті. Содан бір күні үйге осы өздерінде бір жас жігіт келді, мен үйде жалғызбын. Атамдар бір жаққа кетіп қалған. Атамдардікі 2 бөлме, ауыз үй төрей. Біз қораның ішінен өзі бөліп, отау салып ағамыз, ауыз үй төрей. Бір үйіміз бәріміз. Жатар орнымыз бөлек. Жас жігіт келді. Қамекең дежурный по станция болып істейді, атасы. Иә, станцияда. Содан айтты. Жолшы. Жоқ, бұнда бедеміз, 89-дамыз. Содан Қамекең жұмыста. Атаңыз қайда? Атам ауылға кеткен, үйде жоқ. Мен Қаражалдан келіп отырмын, сотта істеймін. Аталарыңызды көрсетіп, сол кісіні көріп тексерейін деп келдім. Сосын баланы жіберіп Қамекеңді станциядан шақырып алдық. Келді. Содан жаңағы Қамекең, кім керек сізге? Әкеңді көргім келеді, әкең осылай әкеңді көрсетіп жатыр, сөйлескім келеді. Мен әкемін. Сенің отауың қайда? Менің отауымда ақыңыз қанша? Менің отауыма кіре алмайсыз. Онда шаруаңыз жоқ. Молла міне, ертең келеді, сонда келіңіз. Үйі мынау, отыратын жері мынау. Ал енді өзіңіз барыңыз деп жаңағы жігітті итеріп шығарып жіберді үйден. Қамекең. Сонымен атамдар келіп, содан бір 10 шақты күннен кейін бұны Қаражалға шақырады. Атамды сотқа шақырып жатыр. Содан Қамекең барады. Сонда көктем шыққанда бір қыс бойы бірнеше қабат шақырды Қаражалға, шақырып жатыр. Әкесі жүре алмайды, бәлен жаста Қамекең барады ғой, барады да келеді. Көктем шыққаннан кейін май айында ғой дейін бір күні станцияға біреуге звондайды жаңағы. Мен Қаражалда сол кісіні қыстай шақырып жатқан сотпын. Фамилиям Омаров. Мен басқа жаққа ауысып бара жатырмын. Сол жақпенен жүремін. Сол кісіге кіріп сәлем бергім келеді. Соны айтыңдар баласына депті. Содан біз бір лақма бірдеңе сойып, қоз сойып, жаңағы кісілер кетіп бара жатыр екен, сол келіп қонақ болды. Сонда жаңағы кісі айтады. Мен атам айтып отыр. Сіздің батаңызды алайын деп келдім. Мен сіздің мына балаңызға тәнтімін. Осы 10 рет шақырдым ба, бәлен уақыт шақырдым ба, осының жазуының күшіменен күллі жағдайдың бәрін жаптым. Даладан жау келген жоқ, өзіңіздің көрші қолаңдарыңыз көрсетіп атқан. Көрдіңіз ба мінекей? Сондай заманда. Деп жаңа кісі сотқа келіп, үйге атамның батасын алып сөйтіп кеткен. Мен ағайын туыс деген осы ма? Содан жаңа Қамекең ағайын туысым деп келгенің осы ма? Көрсетіп сотқа шақырып жатыр. Мен көшем. Ақмолаға кетем, көкемнің қасына. Ол уақыт ол кісілер сонда. Мен Ақмолада. Новочеркасскіде тұрады.
Содан атам, қарағым, сол 89-да қазір атам жатқан жерінде анасы жатыр. Анасы жатыр. Балалардың бәрі бұл жаққа келгеннен кейін қайтыс болды ғой. 52-ші жылы қайтыс болыпты. 89-да. Үйдеміз. Сонда сол анау Жуан Әулие деген бар, Карл Маркстың астында. Жуан Әулие дейді. Сен көрген жоқ шығарсың, Карл Маркс қазы Ералиева деген. Соның қасында о зираттары, сол жерде анамыз жатыр. Мен сол анаңның қасында қалғым келеді, қарағым. Көшесің бе, не қыласың? Мен кеткеннен кейін көш, қайда барсақ да. Ал қазір саған ұқсат бермеймін. Сол жылы ауырды. Сол жылы 65 жылы қайтыс болды. 65 жылы жылын бердік. Жылын бергеннен кейін үкіметтен бір вагон алды да, бір жағына малымызды артып, бір жағына төсек орнымызды, дүние жоқ ол уақытта. Төсек орнымызды артып та бір вагонменен көштік та кеттік. Ағатайым Шалтыр станциясынан барып түстік. Ағатайым 5 машина алып шығыпты. Бір немістің үйін алып қойыпты бізге. Сонда біз немістің үйіне барып кіріп атқанда айтады ғой, жаңағы немістің әйелдер айтады, іздеп келдіңдер дейді, бәрі өздеріңде бар ғой дейді. Біз айтады, біз туысқан іздеп келдік, ағамызға келдік. Сөйтіп біз Новочеркесскеде сөйтіп барып тұрғанбыз. Ақмола облысы, қазір Астрахан ауданы. Содан жаңағы менің әкем көшем дегенде, қарағым, еркің өзіңде ғой, көшем десең көше бер, ағайыныңа бар. Бірақ Ақмола орыс болған жақ о жақ. Ертең малыңнан бәрінен айырылып қаласың ғой, босқа. Деп жаңағы оны тыңдағанда жоқ, көшіп кеттік. О жақта қойымыз бар, сиырымыз бар. Сол анау о жақта құйрығы мынадай біткен қойлар екен. Біздерді кәдімгідей қазақы қой ғой. Анау қасқыр көргенде қойлар жолатпайды бағайына. Соны көрінген үйді қорасты қойып жүргенде біраз өліп те қалды қойды. Менің әкемнің айтқаны болып жатыр ғой. Қалимаш қалды бұл жақта. Қалимаш звондайды ғой. Көршіңдер, қайтыңдар, келіңдер деп. Думас о жақта туды ғой. Енді сол ауданда туды. Балаларыңыз енді туып өсіп аяғым ауыр болып кеткен. Толқын деп сол жаңағы өзі толқып көшіп жүргенде өзі қойды атын, мен білмеймін де. Туғаннан кейін қыз бала туып, атын Толқын қойдым деп өзі қойып жүрген әкем. Толқын тәтеміз ол 3-ші бала. Иә. Шолпан. Одан кейін бұл ауырды. Жолдасым ауырды. Сонда бұл кісі ауырғанда белінен ауырды. Содан қай жылы Қаби қайтыс болғаннан кейін бе, Қабидің жүрегі ауырды. Одан Қамекең ауырып, Алматыға бір тәуіпке бардық. Дәрігерлер радикулит дейді, оның ешқандай пайдасы жоқ. Бірер рет Алматыда жатып, жұлыннан анализ аламыз деген ғой, жұлыннан. Сөйтсе қасында жатқан кісілер айтыпты, әй қарағым, тым жас екесің, алдырма. Ол екі талай нәрсе жұлыннан анализ алу деген. Деп содан қашып шықты о мәлістен. Содан өзі осы жақтағы мәлісіге Ақмолаға жатып жатырмыз. Ешкім айыра алмады. Содан тәуіпке бардық. Жаңағы 60-тың ішінде кісі екен, Алматының жанында. Сол кісі тамыр ұстап отырып айтты. Қарағым, сен өзің негіздің сыңар екесің деді. Негіздің сыңар екесің. Туғанда 5-ші омыртқа арасындағы шеміршек жетілмеген. Содан ол өскеннен кейін ауыр жұмыс неше түрлі. 4 мал бар қолымызда, 4 машина, 3 машина шөп түсіреміз, соны жалғыз өзі еді. Қамекеміз. Балалардың ішіндегі шаруаға сол кісіде ғой масқара. Үйге де кірмей түнімен. Соның бәрі соған әсер еткен. Сол 5-ші омыртқаның арасындағы жұлын бар емес пе? Сол жұлынға сарғайған. Сол арқылы сенікі ол ешқандай радикулит емес. Ал енді операцияны бәлен деп айта алмаймын.
Оған операция жасау оңай емес. Сонда барып келдік. Енді ылғи катетермен алады, кіші дәретті тоқтап қалады. Үлкен дәрет шықпайды. Өте қиын. Склероз. Осы Жаңарқадан Ақмолаға дейін Әліске барамыз деп пойызға міндік. Сонда кіші дәрет тоқтап жүрмей қалды. Пойыздың ішінде жаңағы тамақ ішетін жерде былай әйелдер ұқсап, толғатып тұрған әйелдер ұқсап бүйтіп тұрады. Ана банка ұстаймын, шықпайды. Келіп тұр, шықпайды да. Сонымен Ақмолаға жеттік бәле сағат. Сонда Ақмоладан темір жолдан скорый шақырып, пойызға скорый келді. Скорый келіп, жаңағы катетермен алып, 2 литр ме, неше литр, кіші дәрет, бәлен сағат. Сол жылы сонда 1,5 ай жаттық біз. Тәтем қайтыс болатын жылы, Бақыш тәтем. Біз өлігіне бара алмадық. Бәліске жақында мен барып шықтым. Ол кісі де сол қап-қара қан болып кіші дәреті бәрі сөйтіп жатыр екен. Содан Москвадан бір әйел келді. Профессор дейді. Сол жатқанымызда. Сол көрет. Профессор әйел сол көрет деді. Таңертең түніменен анадай 4 кісілік палатада жатамыз. Орыстар. Бұл жақта жатсақ, жеке палата береді. Ол біреуін танисың, біреуіне де. Ақмолада қайда? 4 кісілі жатырмыз. Түнімен клизма беріп шығам. Түніменен. Сонда берген суым кейін қарай кетіп атады. Әрі қарай бармайды. Сонда анау не салған уақытта шланг салады. Басында лампышкесі бар. Сонда дәрігерлер айтады, не ісік жоқ дейді ішінде, не жара жоқ дейді. Бірақ шықпайды дәрет. Неге? Сонда жаңа профессор әйел таңертең сол 4 скамейканы былай қоямын да, қасына мен қисая салам. Сонымен таңертең Қалкендің үйде барып 1-2 сағат шай ішіп, бір дем алып келем. Қана кіші ұлы Жанболат келеді маған. Келсем Жанболат жылайды, не болды? Ой, тәте, 5-6 дәрігер келіп, ағатайыма бір нәрсе жасады. Жатыр Қамекең іштеге білмейді. Сөйтсем, дәрігер келіп көрген, содан жұлыннан анализ алған екен. Дәрігерлер бәрі жиналып кеп, жұлыннан анализ алған. Содан кішкене есін жинап, жақсы болып, содан ертеңінде дәрігер мені шақырды. Жаңа әйел дәрігер. Орыс әйел. Маған шақырып алып айтты. Сіздің жолдасыңыздікі рак емес деді. Рактан да хуже деді. Рассеяние скролез деген диагноз бұл кісінікі деді. Бұл неге олай болып жатыр? Бұл кісінің жаңағы күллі нервінің бәрі тоқтап тұр. Жаңағы жұлын арқылы. Бүгін байы, ол Алла біледі, ол қашан кететінін. Бірақ өте мучительный екенін біліп жатырмын ғой. Мен қолымды суға малып, одан жылы суға малып, кіші үлкен дәрет қолыммен алып. Шықпайды ғой сәпсіз. Бір адам туалетке отырып алып, белді бүйтіп буып тұрып. Жоқ. Соның бәрі тоқтап тұр деді қазір. Ешқандай операцияға келмейді деді. Білдіңіз бе? Жасауға болмайды. Ол жасаған күнде де бүйірден шығарады дәретті деді. Сол бүйірден шығарғанда оған да келмейді өз бетіме деді. Өйткені жаңағы жұлыннан болып тұр бәрі. Қашан өле соны күтесің деген сөз ғой еді. Басқа ешқандай ем жоқ. Сол әйел жаңағы диагнозды бәрі сол әйел қойды. Ана Москвада келген әйел қойды ғой. Солай болды. Сол 90 жылында қайтыс боларында 90 жылында қайтыс болды. 3 күн тілсіз жатты. Сонда құлайдың күні суббота күні далаға шығып бара жатып өзі ептеп далада жүретін. Сол ана 3-3 этажда тұрады. Біз олда үкіметтің берген үйі ғой, ауру деп. Соны түсіп келе жатқандай 2 аяқ шатасып, мен қасындамын. Мен бірге келе жатырмын. Мен ұстай алмай қалдым. Денелі адам ғой. Етпетінен түсті.
екінші этаждан түсе бергенде сұлбота күні бәлісте дәрігер жоқ. Содан өзінің нешебір дәрігерін шақырып, ойбай давлениесі көтерілді, бәлен жоқ. Мен айттым, давление жоқ, бұл кісіде, бірақ екі аяқ бірде-бір шалысында құлақ қалды, мен ұстай алмай қалдым. Содан бәліске апардық, одан үйге келдік. Содан үйге әкеп залға жатқызғанда жатыр. Бір уақытта қозғалып, қаби деді. Жаңа несінің аты. Қайтыс болған. Сол көзіне көрінді ғой деймін. Сұнан жағында тұрған мен жағына жүгіріп, кім? Қаби дедің бе дедім, үндемеді. Содан үн жоқ. 3 күн жатты. Үшінші күні сол үндемей жатқан бетінде, сол бетінде қайтыс болып кетті. Мінекей, ол кісі содан 7 жыл инвалид болып отырды, 7 жыл. Содан кейін 7 жыл бақтым мен соны өлмей тұрып, 7 жыл отырды үйінде. Инвалидке шығарған, одан бұрын темір жолшы ғой өзі. Бала күнде әскерге бармай тұрып, стрельшник болып істеген екен. Одан Ақмолада болды, Ақмоладан келгеннен кейін 7 класс бітірген. Техникумды сырттай оқыды. Темір жолдың кассир болып істеп отырып. Білдің бе? Өзі сол 7 оқитын адам, масқара, есептерді керемет шығарады. Балалардың бәрі жақсы оқыды ғой. Сонда жаңа Света деген, Сәлия деген қызым таңертең оқуға кетіп бара жатқанда мынадай орысша стишоктар жаттап, әкесінің алдына келіп айтып кетеді. Сонда папа 5 алып келдім деп таңертең. Сонда әкесі. Балалардың бәрі жақсы оқыды. Думан ол болса да. Думан сол әкесінің ауруының бәрін көрді ғой, соның дәрігер болып жүрген. Оны аядан көршілердің бәрі айтады, сен осы одан прокурор болады дейді маған. Сөйлемейді ғой, сөз жоқ, дәнім өзімен өзі туалеттің ішінде отырып кітап оқи береді. Содан оны бітіргеннен кейін ол уақытта жаңағы біздің жаңарқалы бір қазақшылық медалға ұсынған балалар болса, соған лайық болса, анау нелеріне, экзамдарына қымыз апарады, ет апарады, мұғалімдерге неше түрлі апарады ғой. Бізде ол жоқ. Мен өзім жұмыс істеймін, оның үстінде үйде ауруым бар. Жиналысына да баруға уақыт жоқ. Бір күні Тоқтаршыл деген кісі қызметкер ода. Патрофсоюздың бастығы қызметіне, мен соның баласымен бірге оқитын Сәлия. Сәлия жиналысына шақырыпты, бірге оқиды. 10-шы класс оқып жүргенде ғой деймін. Мен жұмыстамын, баратын адам жоқ, біз бара алмадық. Кешке қарай жаңа кісі келіп отыр үйге. Отаршыл. Қамеке, мен сізді қуантайын деп келдім. Қалыңыз қалай? Үйге көп сол жолдастар алдыдан қарт ойнайды, бір мезгіл келіп отырады. Жиналысқа шақырып, балалардың жиналысына бардым. Мұғалім сөйтсе, мұғалім балаларға семьяларыңда қандай жағдай болып жатыр, сочинение жазыңдар депті. Орысша. Білдің бе? Шығарма. Содан сочинение жазған ғой балалар. Соларын оқып, сосын бір қағазды ұстап тұрып, мына бір адам, бір баланыкін сіздерге мен оқығым келіп тұр. Сол себебі Сәлия жазған екен. Балаларыңыз туралы айта бастадыңыз. Жаңа үлкен ғалым. Ғалым, ішінде оқымаған ғалым. Жаңа айтып отырмын ғой. 5 жыл жүріп, Құдайдан сұрап тілеп алған. Орыс мектебінде оқыды. Орыс балалар жолдас болды. Оқымады бұл ол. Сонымен. Басқаларының бәрі, қыздар 2 диплом алды. Бір әйел айтатын маған, неге бара жатқан. Сіз бақыттысыз ғой, деді, не бопты? Қамекен қайтыс болғаннан кейін. Балаларыңыздың бәрі Қарағандыда оқып жатыр. Бақыттысыз ғой, біз балаларымыз Қарағандыға түсе алмайды оқуға. Сонда Думанға қайда барасың дегенде, дәрігерлікке барам деді ғой. Содан жаңағы Думан 1-4 бар екен. 8-ші класста ма бір сабақтан. Қай сабақтан? Білмеймін. Содан жаңағыны медалға ұсынбаған ғой. Біз керек қылып жоқпыз, сосын мұғалімдер де керек қылмаған оны. Содан жаңағы соңғы қоңырау өткеннен кейін директор келді үйге. Директор келіп Қамекеңнен кешірім сұрады. Қамеке, біздің мұғалімдерде де бар әңгіме.
осындай жағдай болып жатыр. Біз кешігіп қалдық, думанды ұсынбадық. Кешіріңіз. Аттестациясында 1-4 жоқ. Круглый емес. Қарағанда оқуға барғанда сенің аттестатың, медалың қайда дейтін көреді қыздар. Сонда соларға біз шамамыз жоқ баратын. Мұғалімдермен сөйлесіп жатқан жоқпыз, сосын ол керек маған. Директор келіп кешірім сұрап, кешіріңіз деп. Сонда мен дәрігер болам деді. Өзі дәрігерлікке бар. Өзі барып түсті ғой қарағанда. Ол кезде Думан аға неге барды ғой да? Артекке барды дейді, естігем. Артек деген... 8-ші оқып жүрген. Оны жақсы оқыды, 1-ші класстан жақсы оқыды. Ол кезде... 8-ші класста Артекке барды. Жарқа бойынша. Думан ана ол уақытта ауылдағы адамдар бұндай әлі жерге барып жата салатын жер жоқ. Ауылдың адамдары үйге келеді. Балаларды көрінген жерге жетектеп қайда жатқызатынымызды білмей жүреміз. Сонда туалетте отырып оқи береді кітапты. Сонда ана орыстың әйелдері өзімен бірге оқитын балалардың шешелері айтатын көреді. Ой, шіркін-ай, Думандай болса ғой баламыз. Біздің балаларымыз кітаптың бетін де ашпайды. Осы кейінгіде мына 2 жыл оқыды ғой. Оқыған сияқты емес, жүрегім ауырады менің. Мен өзім балаларым қалай оқыды кітапты. Көрінген жерге жатып оқи береді. Үстелдің іштеменің де керегі жоқ. Ол айтқаннан бала оқымайды екен. Алла әркімнің өзінің санасына берсін. Үлкен қыздарыңыз жаңа... Ғалым содан сварщик болды. Сол сварщикпен өмір бақи мінекей биыл пенсияға шықты аман есен. Ғалымнан кейін... Солардың қуаты шығар мен. Осы балалардың былтыр ана жаңағы неге де әкімшілікке де айтып жатыр. Осы шама бейнет, осы шама нені көргенсіз. Қалай? Қазір жағдайыңыз жақсы. Сол балаларымның қуаты мені осы халге жеткізіп жатқан. Балалардан еш нәрсе көргем жоқ. Оқуларын өз бетінше оқыды, оқуларына барып түсті. Тұрмысқа шыққан уақыттарда тойлар нелер болса басқа балалардан ешқандай. Сол балалардың қуаты менен осындай халге келіп отырмын. Сол былтыр толқынның шаршатып жатыр. Өздері бір-бірін сүйретіп, өздерімен өздері ел болып жүрді. Ғалымнан кейін Шолпан тәтеміз бар. Шолпан тәтеміз бар. Содан кейін Толқын тәтеміз былтыр қайтыс болды. Жақсы. Жаман болған жоқ. Айнашкана кішкене бірінші жолдасы ішіп. Жағдайы болмай сонымен айырылысып кеткен, одан басқа. Бәрі де орнында. Сәлия. 2 қыз туып, қайтыс болды. Біраз жыл жүріп, аяғы ауыр болып, ұл бала туды. Өздері қуанып, Құдай ер бала туды деп, бірақ туғаннан сол бала дұрыс болмады. Жүрегі дұрыс емес деді, бірдеңе деді, бір ай реанимацияда жатып, ол бала шетінеп кетті. Өзі де сонымен бірге бәрі істеп болды. Енді бір күні кеп қыздар айтады, мама, Светаның аяғы ауыр көрінеді. Содан Думан ренжіді. Неге ол айтпайды, неге қоя тұрмайды оны? Кеше анадай жағдайда болды ол. Дұрыс емес ол. Енді бір күні кеп айтады, егіз екен дейді. Ал ендіші. Содан әйтеуір аман есен кесіріп ағып егіз ұл туды ғой. Соның 5 айлығында өзі де кетті. Жағының бәрін өзі көтере алмай жүрегінен. Енді кенже кіші балаларыңыз енді Айнаш тәте, Алтын, Алик ағамыз бар. Алшын шынаты, иә? Соны Алшын деп қойып жүргенде осы үйдегі әкем ғой сенің. Мен білмеймін оны. Ана рудың аты Алшын деген. Жаңағы Таманың ішінде Алшын, Алшынның ішінде бізді досым дейді бұл үйде. Тама емес Шеркеш. Хамекең сонда басында мен айтып, Алшын деп, ер бала деп, өзінше Алшын деп қойған ғой. Сода мен ренжейін. Бүтін рудың бізге қазақшылық сіңіп қалған адамдарымыз ғой, біз әйтпесе онда тұрған ештеме жоқ қой деді. Бүтін рудың атын атап отырамыз ба деп мен ренжігем. Содан оны Алтын деп ауыстырған. Сөйтіп жүргенде кейіннен қыздар миымды жек қойды. Ол аттында әкім бар, ол қоя береді онда тұрған. Деп қайтадан сосын несіне Алшын деп жазғызды алды ғой. Соны өзі қойып жүрген. Сонымен есімі Алшын.
иә алшын қазір алшын дейді. Дядя Алик дейміз, алшын. Ол кісі қазір енді балалы болып жатыр де, Алматы жақта тұрады. Енді негізі біздің Қамекеңдер мыналар ағатайымда өте білімді әкесінен бастап сондай бұлар сондай тұқымдарыменен сосын өтірік дегенді өте таза менің шалым. Өтірік дегенді жаны жек көреді, сондай еді. Мына балалар да сол әкесіне ұқсайды. Әлгі думанға күледі ғой, ана жолдастары өзімен бірге. Думан бір коробка кәмпит алады, операция жасаса. Ондайлары жоқ олардың. Жана сіз рулар туралы айтып кеттіңіз. Дулат деген ойғылмай Дулат. Дулат деген өте бір керемет адам еді ғой. Соны тәтем марқым соны қолтығына тағып жүріп асырады ғой. Кока дейтін сосканы, ұзын сосканы деймеді ғой. Өте жақсы еді. Абдухамид, атамыз Хамид туралы. Ол кісі енді соғысқа қатысқан кісі, ардагер. Жаңа өзіңізді айтып қалдыңыз, бір аяғы кем болып, мүгедек болып, бірақ сол 90 жылға дейін тым болып жүрді, корреспондент болып, мектеп директорынан бастап мұғалім болып істеді. Парторг болып істеді. Парторг, жаңа сол кеңес заманының тұсында парторг деген сол совхоз директорының идеология жағынан орынбасар ретінде, партияға қарайтын сол кезде заманы, сол кісінің заманы болды. Енді ол кісі туралы да өзіңіздің аузынан естейік, жалпы ол кісі туралы қандай кісі болды жалпы? Ол кісі өте ақ көңіл ағатайым. Айтып отырмын ғой, мынау атам сөйлемейтін адам, үндемейтін адам. Бір нәрсе сұрасаң, біраздан кейін барып жауап береді оған. Солай. Ал мынау негізі біздің мына Қамекеңді Қаби өте қазаққа да, орысшаға да екеуіне бірдей еді ғой Қаби дегенде. Қыз бол десең қыз болады, ұл бол десең ұл болады. Ол қандай өлең айтады, ол қандай билейді, мектепте жүргенде масқара. Жазуы деп. Өте керемет адам еді ол. Жазуы әдемі деп жат. Ағатайымның жазуы бөлек қой сәпсім. Жазғандарын көресің ба жазуы? Бізде бар. Ағатайымның жазуы сәпсім ешқайсысы ұқсамайды, өте бөлек. Қабидің әйелі Тынысгүл, соның апасы менен Бақыш тәте подруга болған сол жақта. Әскерден келгеннен кейін Қаби сол негізі ағатайымдарға тән еді өзі. Сол үйге келіп, сонда жаңағы подругасының сіңлісі Тынысгүлмен таныстырған ғой. Содан бізге келгеннен кейін бір күні үйленем деп әкесіне. Сонда әкесі Қабиға қайдан үйленесің, қай жақтан аласың? Солай көкем жақта бір қызбен таныстым, соған үйленіп барам деген. Сөйтсе ағатайым айтып, жаңағы атам айтыпты, Қалимаш бар. Балам, осы жерде Сәмен деген кісі бар. Соның әйелі біздің елдің қызы, біздің қарындасымыз деді. Мәнтай деген соның бой жетіп отырған қызы бар. Мен соған құда түскім келеді. Білетін адам. Анау жақтан орыс па, қазақ па, біреуді алам дейсің. Мынау адам мен айтатын көреді. Құлағы жоқ саңырау, тілі жоқ сақау. Біз соныменен ел болып, жұрт болып отырмыз. Ертең ол адам келеді, қандай адам болады? Деп жаңағы Қабиға, оны қой сен. Оны енді анаменен байланысып қойған жаңа ғана Сәулеменен тәтем екеуі подруга, өздері бөтелкі дос. Әптен біз қылып қойған ғой. Содан барып Тынысгүлді алып келді ғой. Bir ауызға қазақша білмейді сонда. Сонда біздің үйдегі кісі жақсы көреді соны.
өзі сөйлесет жаңағы Тыныскүл менен. Келіндердің бәрі жақсы көретін еді, жақсы көреді. Кәдімгі ананың сөйлегенін қызықтап отырады. Тыныскүл жаман болған жоқ, барлығын үйренді. Қазақшасында үйренді, бәрінде үйренді. Енді кенже ұлы, кенже атамыз Әбубәкір атаның кенже ұлы Қалмұхаммедтің Қалкен атамыздың Қалкен оқуға түсті Ақмолаға. Ол кісі жайында Ақмолада оқыды. Ақмолада оқып жүріп, өзі қылжақбас, сондайтын жаңағы мен тамақ істеймін жаңағы келін болып түскеннен кейін сонда біреуінен кейде мен екі шешенің ортасында өстім. Ол тамақ істеп үйде ондаймын, жоқ. Бейшара деп кейіннен екі шешенің ортасында жүргенде мынадай жерге кез болдым ғой. Сонда жаңағы мені мазақтап біреуін тұздатығам жоқ, мынаның сөйтіп айтып маған ойнап отырады жағы. Сонда атам айтады: ақымақ, ішкің келеміш, ішкілемей отырып кетеді. Жаңағы ана Қалкеннің айтқанын ішін көріп ол ойнап айтып атады маған. Сөйтіп отыратын, сөйтіп жүргенде ол Қазизаны кез болды. Жаңа Долинский деген ауданда болдық. Құдай, біздің бармаған жеріміз жоқ қой. Ол қай жақ? Жаңа Долинский деген район сол жақта ашылған жаңадан. Сонда заппошта болып істеді Қамекең. Сол жерде. Сол жақтан сосын елге келдік қой. Қалимаш жылай берді. Көрсіңдер, келіңдер, мен жалғыз қалдым деп содан. Осы Қалимаш әжеміз туралы ол кісі қайтыс болды, енді балалары қалды ғой. Балалары ең үлкен баласы бұрын қайтыс болып кеткен. Оның семьясы Алматыда қазір. Есімдері кім сол кісілердің? Дәуіт деген кісі қайтыс болды, иә? Саят, екі ұл. Аманжан, ол кісі. Аманжан, не? Аманкеш, сол кісілер ма? Қалимаштың Аманжан, Аманкеш, Дәуіт. Қызжан. Ең үлкендері Дәуіт қой. Қызжан деген. Аманкеш бір жасында қалған әкеден. Туберкулез ауру болып, Қалимаштың жолдасы. Ерте қайтыс болды. Содан қайтыс болған. Балалармен жесір болып қалды ғой енді. Жесір болып қалды ғой балалармен. Сол уақытта қалды ғой. Қайта айтып отырмын ғой, өзінің тіршілігіменен библиотекарь болып істеді ауылдың ортасында. Керемет сұмдық. Жақсылық көрген іштемес жоқ, сонымен кетті. Кейін олар ішті. Осы арақ деген бір бәле болған жоқ па сол уақытта. Жастарға не айтасыз? Жастар ең бірінші өзінің қазақ екенін білу керек. Қазақ тілін сөйлеу керек. Қазақ тілін дегенді сөйлемейді. Өзім қыздарыммен ұрыссам осы күнге дейін. Бірдеңе орысша айтады. Әй, аталарының құны бар ма орысша айналайын? Ұят деген бар ма сендерде? Не нәрсе ол? Өзіңнің ана тілің тұрғанда орысша сөйлеген, бәрімен ұрыссам мен, бәрімен ұрыссам. Күйеу балаларымен де, бәрімен де жынысыңдар ма? Не нәрсе ол? Сонда сәпсім, мен түсінбеймін, орыс деген күшті, орыс халқы деген күшті халық. Солардың сөздері оңай ма? Өзінің ана тілінен орыс тілі оңай ма? Мен түсінбеймін. Тәрбие дейді, ол тәрбие дейді, ұран іштеме жоқ. Ешкім баласын жаман болсын демейді жаным. Әркім баласын жақсы болсын дейді, бірақ өзінің мына жеріне берсін баланы. Өзінің санасына берсін бір нәрсені. Алла тағала санасына бермеген нәрсе түк те болмайды ол айтқаннан. Айтқаннан түк те болмайды ол. Үлкенді тыңдау керек, сыйлау керек, жамандыққа бармау керек. Дұрыс айтасыз, енді әжеміз адам өзінің кім екенін ойлау керек алдыменен. Өзі мұсылман ба, қазақ па, өзін өзі сақтау керек әркім өзін. Жаман жолға түспеу керек, ойлану керек, ата-анасын ойлау керек өткен. Осымен біз аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы жаным, саған да рахмет. Көп жаса бақытты бол. Жазылып қойыңыздар, қоңырау басып, подписка жазылып басып, лайк немесе пікір қалдырып отырыңыздар. Осымен аяқтайық. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.